Енді құрметті бауырлар, мына садақа фитрге келер болсақ, кейбір бауырларымыз сұрап жатыр, ақшалай беруге болмайды деп жатқан бір пәтуаны көрсетеді маған. Біреулер сөйтіп таратып жүр екен, әңгіме қылып жүр екен. Садақа фитр ақшалай берілсе, ол қабыл болмайды дейді. Фитр садақасын ақшалай берсеңіз, қабыл болмайды дейді. Бір шейхтің, Арабиядағы бір шейхтің пәтуасы екен. Құрметті бауырлар, біз шаңыраққа қарауымыз керек. Қайда жүрміз біздер? Бізде басқа мазхабтың мешіті жоқ. 3000-ға жоқ мешіт Ханафи, Матурidi мазхабын ұстанамыз. 90% мұсылмандар, намазхандар Ханафи мазхабын ұстанады. Ғалымдарымыз Ханафи мазхабын ұстанады. Медреселеріміз Ханафи мазхабын ұстанады. Енді келіп, бізге келіп, ақшамен беруге болмайды деулері дұрыс емес. Өйткені біздің өзіміз мазхабымыз бар, өзіміздің пәтуамыз бар. Сол Арабияда шейхтардың пәтуасын сол жаққа барып айту керек. Бізге қажет жоқ. Содан кейін екінші, бір нәрсені көрдіңіз бе, бітті соған жабыса салу дұрыс емес, соқыр ере салу. Шейх айтып жатыр, болды деп. Оны қарау керек, зерттеу керек. Не үшін Пайғамбар саллаллаху садақа фитрді арпамен, құрмамен берді өз уақытында? Өйткені сол құрма мен арпа сол уақытта тиімді болатын еді. Өйткені ол уақытта дирхам, ақша деген тек қана 1-2 адамда ғана болған. Аз адамда болған. Бәрінде ақша, дирхам, динар, тиын, ондай ақша болмаған. Ол уақыттың тамағы, ол уақыттың жүріп тұрған несі құрма мен арпа болған. Сондықтан Пайғамбарымыз айтты, құрма мен арпамен беріңдер деп. Бірақ басқа нәрсемен беруге болмайды деп айтқан жоқ Пайғамбар саллаллаху. Тек осы нәрсемен беріңдер, болды. Тек арпа мен құрма болсын, болды деп. Қандай хадис бар, алып келдірші хадис? Пайғамбар саллаллаху дирхаммен беруге болмайды, бидаймен беруге болмайды, күрішпен беруге болмайды деген хадис бар ма ондай? Жоқ. Кейін сахабалардың кезі, мысалы Муаз ибн Джабал радиаллаху анху, ол Йеменге кеткен сахаба. Ол сол жақтан Йеменде жүріп, арпа, құрма алмаған садақа фитрге. Нені алатын болған? Хамис пен ләбис дейді, киім алатын болған. Неге? Өйткені Йемендіктер, олардың көбісі киім тігетін болған, киіммен, матамен айналысатын болған. Сондықтан Муаз ибн Джабал олардан киім алатын болған. Зекетке киім беретін болған. Тіпті кейін дирхам, ақшалар шыға бастағаннан кейін де сахабалар радиаллаху анхум дирхаммен қабылдай бастаған фитр садақаларды. Умар ибн Хаттабтың үкімі бар сондай. Мусаннаб ибн Аби Шейба кітабында Умар ибн Хаттаб урут дейді, товардың орнына, заттың орнына дирхам беруді үкім еткен. Дирхам деген сол кездегі ақша. Сондықтан құрметті бауырлар, Абу Ханифа мазхабында ақшалай фитр садақа ақшалай беруге болады дегені, ол сахабалар радиаллаху анхум істеген нәрсесі. Абу Ханифа өз ойынан шығарған жоқ. Содан кейін тіпті Имам Бухари рахимахулла нақдан дейді, ақшалай беруге болатындығын жайлы айтады фитр садақаны. Имам Бухари. Неге Абу Ханифа, Имам Бухари, сахабалар істеген, неге біздер істемеске? Неге болмайды? Тіпті жаңа болмайды деп жүрген жігіттерін, тек қана макаронмен немен беру керек деп жүрген жігіттерін ұстаздарының ұстазы Ибн Таймияның өзі де, егер соған мұқтаж болып тұрса дейді, ақшаға, онда беруге болады деген пәтуаны айтқан. Сондықтан
көпшілік ғалымдар, әсіресе қазіргі ғалымдар барлығы ақшалай пітір садақа беруге болатындығын айтады. Пітір садақасын ақшалай беруге болатындығы жайлы біздер айттық, дәлел келтірдік. Мына бір картинкалерді маған жіберіп жатыр, осыған не дейсіз деп. Біріншіден, мазхаб ұстанбайтындар, яғни бір-екі шейхтің еретіндер, олардың көзқарасы бойынша сахих хадиспен жүру керек, сахабалардың түсінігі бойынша жүру керек, сахабалардың сөздерімен жүру керек. Бірақ мына әкеліп жатқан картинкаларындағы дәлелдер қайда? Сахих хадис көріп тұрған жоқпыз, сахабалардың сөздерін көріп тұрған жоқпыз. Имам Бағави дейсіз. Имам Бағави ол кім? Ол хадис емес қой, жаңағы қимат ақшалай беруге болмайды деген хадис па ол? Имам Бағавидің сөзі. Ибн Баздың сөзін келтіріп қойды. Міне мына картинка. Ибн Баз не, сахаба ма? Или пайғамбар ма? Абу Ханифаның сөзін алмай, сонда Ибн Баздың сөзін аламыз ба? Үшінші, мына Шафии, Малики, Хамбали мазхабында болады. Болмайды депті ақшалай беру. Біріншіден, имам Малик та, Шафии да, олар да адам қателесуі мүмкін. Сендердің көзқарасы бойынша. Неге олардың дәлел сөздерін келтіріп отырсыздар сіздер? Неге пайғамбардың сөзін келтірмейсіздер? Неге сахабаның сөзін келтірмейсіздер? Имам Ахмад бен Хамбалдың мына бір несін алып қойыпты, жазып қойыпты. Бірақ имам Ахмад бен Хамбалдың бұл мәселеге қатысты бір емес, бірнеше риуаяты бар. Егер пақырлар соған мұқтаж болса, қимат ақшалай беруге болады деген риуаяты бар. Неге соны шығармайсыздар?